Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтұрсынова. Мен енді жаңағы бүгінгі тақырып өте жақсы тақырып. Жалпы бізде Қазақстанда авторлық құқықты бұзу туралы жағдай көп кездеспейді. Мысалы үшін негізі былай ғой, авторлық құқықты бұзу деген это, как считается, небольшой конфликт. Бұндай конфликттер енді бізде көп кездеспейді. Ал бірақ именно ғылым саласында біз ол авторлық құқықты қазір соңғы кездері көп байқап жүрміз. Оның барлығы мынау әлеуметтік желінің, интернет деп жатамыз ғой, соның барлығының қатты дамып кеткенінің әсері деп санаймын. Мысалы үшін қалай бізде университетке обычно студенттер жағынан қарайын, қызметкер жағынан емес. Университетке оқуға түскен студенттердің өзі бізде бірінші жылдан бастап оқу жылының ғылыми жұмыстар жазады, рефераттар жазады, курсовойлар жазады. Оның барлығы бізде, өздеріңіз білесіздер, арнайы бағдарламада тексеріледі. Ол бағдарлама енді антиплагиат деп аталады ғой. Сол антиплагиат осы авторлық құқықтың тоже бір қатысы бар. Себебі сіздің жұмысыңыз осы әлеуметтік желіде, жалпы Қазақстанның ішінде ешқандай жерде жазылмағанын тек ғылым жолында біз антиплагиат арқылы ғана тексереміз. Мысалы үшін магистратураға, докторантураға оқуға түскенде міндетті түрде арнайы білім және ғылым министрлігі кезінде болды ғой енді. Сол кезде шығарылған заң бойынша арнайы журналдарға статьялар, мақалалар жазу керек. Ол мақалалар міндетті түрде авторлық құқыққа тексеріледі. Мысалы үшін бізде қалай, мен өзім докторантурада оқыдым. Осы докторантураны оқығанда кем дегенде 2 мақала халықаралық журналдарда, 6 мақала осы республикалық білім саласындағы бекітілген арнайы журналдарда міндетті түрде жарыққа шығу керек. Оның барлығы бірінші антиплагиаттан, екінші енді өздерінің, біз арнайы тапсырамыз, өздерінің жаңағы авторлық құқықтың тексеретін арнайы органдарға жібереміз. Ғылым жолында, мысалы үшін, көбінесе жаңағы халықаралық нелерді, статьялар, жаңағы нелерді, халықаралық мақалаларды, республикалық мақалаларды, болмаса, мысалы үшін, дипломды жұмыстың өзін алатын болса, дипломды жұмыстың біреудің жұмысы қайталанатын болса, запросто өткізбейді арға қарай. Бізді конфликтке үшін бармайды да, ол алдында дипломды жұмысты жазып кеткен адам бұл авторлық құқықтың бұзылған жайын білінбейді. Өйткені бізде жүйе қалыптасқан, антиплагиаттан өтпейді. Ондай жұмыс бір жерде бар болатын болса, антиплагиаттан өтпесе, значит сен ары қарай өтпейсің. Саған придется басқа жұмыс жазуға, басқа статья жазуға деген сияқты. Бізде бұл мәселе тез шешіледі.